Ассалаумағалейкум қазақ елі. Достар, кез келген ескі көлікті хобби ретінде жинау үшін сіз ол марканың фанаты болу керексіз. Неге десеңіз, оны жинау барысында сіздің күшіңіз, қаражатыңыз, назарыңыз және де ең бастысы уақытыңыз кетеді. Біздің өңірде BMW-ның фанаттары өте көп. Оның ішінде жиі кездесетіні E34 шанақ әрине, бірақ сол жігіттердің арасында мынандай керемет 30 шанақты жинаған жігіттер бар. Бұл көлікке біз өзіміздің детейлинг орталықта жылтырату қызметін жасадық. Достар, енді бұл көлікке қандай күш, қандай өзгерістер жасатылғанын айта кетсек. Достар, бұл көлік жайлы айтпастан бұрын тарихқа кішігірім шолу жасасақ болады. Бұл көлік 82 жыл мен 94 жыл аралығында шыққан, яғни конвейерде 12 жыл болыпты. Бұл негізі өте үлкен мерзім. 86 жылы М3 шықты, және достар 89-90 жылдары М3 Sport Evolution шықты. Бұл көлік коллекционерлердің арасында үлкен сұранысқа ие. Бұл көліктегі бірінші өзгеріс әрине ол қозғалтқышы. Көліктің егесі зауыттық қозғалтқышын алып тастап, М50 қозғалтқышын қойған және де строкер жасаған. Бүгінгі таңда қозғалтқыштың көлемі 2,9. Келесі өзгеріс ол көліктің редукторы ауысқан, яғни 364 бұғаттағыш редукторы қойылған. Содан кейінгі маңызды өзгеріс, достар, ол көліктің орындықтары, зауыттық орындықтарды алып тастап, егесі Рикара орындықтарын қойған. Және де достар, үлкен өзгерістерден ең маған қатты ұнайтын ол BBS дисктері көліктің. Ол дисктер менің ойымша көлікке көрік береді, және де бұл көліктің ретро көлік екенін есімізге салып тұрады. Достар, жалпы майда өзгерістер өте көп. Көліктің егесі біраз күш, уақыт жұмсаған болған. Жалпы шолуымыздың сиқы осы. Бітті. Айтпақшы, бұл көлікті қаншаға бағалайтын едіңіз? Комментарийға жаза кетіңіз.